Шымкент қаласы бойынша 2022 жылдың сәуір айында консультативтік ауа райы болжамы жарияланды. Мамандардың айтуынша көктемнің екінші айы жылы және жауын-шашын сирек болады. Ал осы айдың ішінде барикалық құрылымдардың жиі ауысуымен және атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты нормадан аз жауын-шашын, екпінді жел және температураның ауытқуы күтіледі. Сондай-ақ шаңды дауыл бірінші онкүндікте, ал найзағай екінші және үшінші онкүндіктің басында күтілмек. Тіпті ай соңында бұршақ жаууы ықтималдылығы бар. Сәуірде ауаның температурасы осы басынан 20-25 градус аралығында күтіледі. Және ауаның температурасы біртіндеп жоғарылай бастайды. Екінші онкүндікте және үшінші онкүндікте ауаның температурасы күндіз 30-35, кей жерлерде таулы аудандарда 20-25 градус аралығына шейін жылынады.